ауылда Әнуар деген мейірімді адам өмір сүрген екен. Мына ауа-райы не болып кетті? Отқа ағаш тастайын да, ұйықтайын. Аю екен десем. Әй, Güzel, бұл жерде неге адасып жүрсің? Байқұс жануар-ай, жүр кеттік. Ой. Тез бас аяғында қасқырлар жақындап қалған сияқты. Güzel, tez kaçtık. Болды, енді tez-ақ жөніңе келесің. Сөйтіп Güzel Әнуардың үйінде қалды. Шалға үй шаруасын тындыруға көмектесті. Көршілердің бәрі осындай көмекшінің барына қайран қалды. Өмірімде мұндай ақылды сүйірді көрмеппін. Ал ауылдың екінші басында Мұса тұратын еді. Сен не, өзіңді менен ақылды санайсың ба? Неменеге тесілесің? Ауыл емес қарақшылардың ұясы дерсің. Мен бәріңе көресілерімді көрсетем, өңшең оңбаған. Қайда көз салсаң да, кілең алаяқты көресің. Өй! Мұнау менің сиырым ғой. Мұса, не болды? Андағы сүт менікі. Әкел бері. Мұса, мұның не? Орлақшы. Не? Қане қайтыға? Үйге қайт дедім. Мұса, сенің есің ауған бөзі. Жібер кәне. Сен менің сиырымды ұрладың. Сен менің сүтімді ұрладың. Ұрлықшы. Аттан! Қараңдар, көмектесіңдер. Әнуар менің сиырымды ұрлап алыпты. Ұрлықшы, қарақшы. Сөйтіп Әнуарды ауыл төрешісі құрметті ақсақалы өзіне шақырады. Сонымен Әнуар, сен сиырды орманнан тауып алдың деймісің? Иә. Ал сен Мұса, бұл сиыр сенікі демекшісің. Әрине менікі. Әнуар оны ұрлап алыпты. Мен оны ұрлағам жоқ. Орманнан тауып алдым. Оны ұрламақшы болған сен. Міне, қараңдар. Мынау менің таңбам. Яғни сиыр да менікі деген сөз. Ал, бұған не дейсің? Мұса, егер сиыр расында да сенікі болса, ол орманда не қып жүрді? Айдан анық емес пе? Адасып кеткенде. Мұса бірдеңе жоғалтса, бүткіл ауылды басына көтеруші еді. Сиырыңның жоғалғаны жайлы. Неге ешкімге айтпадың, Мұса? Қайғыдан құса болып жүрдім де. Бұл сиыр маған туған баламдай жақын еді. Бір кезде із-түссіз жоғалды да кетті. Өзінің ақымақтығының кесірінен. Тауып қайтарып бергенің үшін рахмет саған, Әнуар.
Al men endişe басқаша айтты білем, Мұса. Жетер! Тамақсыз өле қоймассың. Жеп жатырсың. Бір тамшы сүт бермейсің. Тек шығынға баттым сен үшін. Мыйсыз қомаға инеме. Кет қане, қалаған жеріне жоғал. Көршілерің, сен ол сиырды қуып жібердің дейді ғой, Мұса. Мен қуғам жоқ. Еркіндік сыйладым. Қартайған шағында қалағанша өмір сүрсін дегендей. Қақаған қыстың ортасында орманда қатып өлсін деп пең? Ойба. Масқара, кәрі сиырды қуып бергенін қара. Түн ортасында еркіндік сыйладым дейді. Түн ортасында Қатып өлсін деген еркіндік сыйладым дейді. Яғни сиыр ешкімдікі болмағаны ғой. Әнуар оны асырап алды. Енді бұл сиыр соныкі. Әнуар оқыпты қожайын. Соған бұйырған екен. Мен жақсы қожайынмын. Еңсеміз ғой менікі. Маңайдағы ең жүйрік атта менде ғана. Бұл менің сиырым. Қаласам қуып шығам, әйтпесе шұжық жасаймын. Осылай. Аяма. Тоқтатыңдар. Қане доғарыңдар. Тоқтат! Сиыр ең жайлы қожайынға бұйырады. Ертең менің 3 сұрағыма жауап бересіңдер. Сөйтіп қайсың артық екеніңді анықтаймыз. Иә, кімнің үздік екені онсыз да белгілі. Опасыздар, қарақшылар. Мұса, уақытын бос жібермей, бәрін келістіріп қоймақшы болды. Ал егер алмай қойса ше? Маңайдағы ең жүйрік атта менде ғана. Бұл менің сиырым. Қаласам қуып шығам, әйтпесе шұжық жасаймын. Төреші Әнуарды аяп, сайыста көмектеспекші болды. Бірақ ол өте әділ адам болатын. Дайын жауаптар. Бірінші сұрақ, екінші, үшінші, енді жеңіс менікі. Әрі тегін. Дайынсыңдар ма? Бірінші сұрақ. Дүниедегі ең құнарлы не нәрсе? Мұсаның қойлары шығар. Рахмет, Әнуаржан. Бірақ ең құнарлы нәрсе ол жер ана. Мұсаның жауабы дұрыс. Екінші сұрақ. Дүниедегі ең жүйрік нәрсені ата. Мұсаның аты ең жүйрік болар. Бәрінен жүйрік ол адамның ойы. Бірақ сенің ойың емес. Үшінші сұрақ. Дүниедегі ең әдемі нәрсені ата. Ең әдемі ол güzel. Хақымақ екенсің, Әнуар. Ең әдемі нәрсе ол адал адамның жан дүниесі. Мына менікі сияқты. Тағы да жеңілдің. Сиыр менікі. Ауылдағы ең ақылды адам менмін. Бірақ мына Әнуар секілді милауды жеңу үшін ақымақ сиырдан сәл ақылды болсаң да жеткілікті. Ал мұны тексеру керек екен. Шынымен Мұса, сен сиырдан ақылды ма екенсің? Дайындалыңдар. Әнуар, Бері кел, маған кел.
Hey Musa, ne kıp dursun? Solga burul. Musa oğlacaktın kayda ekenin bilmeyin. Oңга burul. Oy, Şibay. Şelekte akel. Akıldım menin. Қожайын сиырынан ақымақ болмау керек. Оны өзіңде түсінесің ғой, Мұса. Әнуар, сиыр сенікі. Aniki. Ал Мұса басқа ауылға көшіп кетті. Себебі ол жердегілер оның сиырдан да ақымақ екенін білмейтін.